Менің бірінші мамандығым темір жолшы. Музыкалық білімім жоқ. Бірақ Ең сұлу, әлем кезіп іздегенім сен сұлу, сәл көрмесем сағынышқа тұншығу. бұл видеодағы аранжировканы жарты сағаттың ішінде жасап шыққан болатынмын. Бұл мақтаныш емес, себебін сәлден соң білесіздер. Жоғарыда айтып өткендей, музыкалық слухыма 1-5-ке шейін балл беретін болсам, 2 қояр едім. Себебі пианодағы қара мен ақ клавиштерін айыра аламын, бірақ ойнап білмеймін. Ал мына видос ше? Бұл жай ғана фонограмма. Бұл туындының аранжировкасын мишкі мен пианоролда ойнаған болатынмын. Ал енді практикаға көшейік. 21 ғасыр әртүрлі софттың дамыған заманы. Өлеңнің интросына аранжировка жазу үшін маған ең бірінші гармония керек болды, яғни аккордтар. Ал менің музыкалық білімім жоқ болғандықтан, мен Hornet Songke MK2 плагинін қолданған болатын. Бұл плагиннің қызметі бірінші тональс көрсетеді, ал үстінде аккордтарын көрсетеді. Бір рет тыңдап көрейік. Екінші керемет инструменттердің бірі Tontrack компаниясының инструменті Easy Case. Бұл инструменттің қызметін кішкене түсіндіріп кетейін. Бірінші бізге тональс керек. Екінші бізге гармония керек. Ол үшін бірінші осы жерде тұрған плюске басамыз. Мысалға, ля минор алайық. Екінші аккордқа до алайық. Үшінші аккордқа фа алайық. Бұл жерде до деп тұр, оны өзгерту үшін осы жерге басамыз, и бізге фа аккордын аламыз. Фа мажор. Төртінші аккорд соль алайық. Тағы да сол жерге басамыз, и бізде соль мажор. Біздің проекттің BPM-і 100. Ал инструментте автоматикалық түрде хостың BPM-і қояды, яғни темпі 100. Ал жаңағы ойнап шыққан аккордтарды бір тыңдап көрейік. Жай ғана аккордтар. Осы аккордтарды әрі қарай стиліне байланысты әрлеуге болады. Ол үшін мишканың көмегімен бүкіл аккордтарды белгілеп аламыз. Және де Use Browser MIDI. Осы кнопкаға басамыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай көптеген жанрдағы MIDI файлдар бар. Маған қызығы бұл жерде поп-рок. Кіріп көрейік. Поп-роктың ішінде Stride 4/4. Біздің BPM-ге жағын Invasion 112 BPM. Оны таңдайық. Тағы да қызық жері бұл инструменттің бөлімнің ішінде бөлім бар, яғни ол интросы, куплеті, припев, және припев бар, және де проигрыш бар. Бізге бірінші интро таңдап көрейік. Ішіне кіреміз, бұл жерде әртүрлі вариациялар бар. Бірінші вариацияны тыңдап көрейік. Өте жақсы интроға. Ал енді куплеттің вариацияларын тыңдап көрейік. Ал енді припевтің MIDI файлдарын тыңдап көрейік. Жақсы. Хорус. Припев. Ал енді келесі бридж. Яғни проигрыш. Бұл жерде поп-роктан басқа R&B варианты бар. Шамамен 95 BPM-ға кіріп көрейік. Бірінші куплет. Хорус. Өте жақсы.
Тағы да бұл жерде көптеген стильдер бар. Jazz, country, boogie, blues. Инструмент қиын емес. Тек қана аккордтарды енгізіп, өзімізге дайын продуктыны алуға болады. Керек вариацияны алғаннан кейін Replace кнопкасын басамыз. Және де дайын продукты drag and drop стилімен проектке алып келеміз. Проектке MIDI файлды алып келгеннен кейін өзімізге ұнаған әртүрлі инструменттерді қолдануға болады. Мысалға, электропиано. Немесе оркестрлық инструменттер. Қалғаны өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен осы Easy Keys'тің көмегімен жасалған аранжировканы тағы бір көрейік. Бұл жерде мен Easy Keys'ке өзімнің аккордтарымды айтып, дайын MIDI файлды алған болатымын. Бірақ маған Easy Keys'тің пианиносы ұнамайды, сол үшін мен контакттан Alicia Keys'ті алдым. Және де Alicia Keys'тің ішіндегі кейбір настройкаларын өзгерттім. Яғни Hall қостым. Бұл жерде Alicia Keys'тің артық жері екі вариант бар. Яғни артист тартып отқан артист жақтан тыңдауға болады, немесе залдан тыңдап отқан сияқты тыңдауға болады. Бұл жерде мен залда тыңдап отқан сияқты вариантын алдым, яғни audience. Ал тыңдап көрейік. Мен сияқты музыкалық білімі жоқ, және де пианиноны қатты ойналамайтын адамға Easy Keys ол өте үлкен көмектеседі. Яғни керемет инструменттердің бірі. Және де тағы да керемет бір плагин бар, Captain Chords деп аталады. Captain Chords'тың лицензиясын берген үшін Шыңғыс бауырыма үлкен рахметін айтамын. Бұл жерде Tonalist'тың ключін қоямыз, және де минорный, мажорный варианттары. Бұл жерде де аккордтарды қосып, яғни аккордтардың әртүрлі вариациясын алуға болады. Мысалы, sus, ля минор 6, немесе септаккорд. Бірақ мен бұл плагинді до конца зерттеп бітпедім. Өйткені кейбір минус жерлері бар, сондықтан барынша сіздерге толық ақпарат бере алмаймын. Егер осы MIDI-ге үңіліп қарайтын болсақ, бұл жерде файлдар, яғни легато ойналып тұр, яғни ұзыннан. Ал егер тыңдайтын болсақ, файлды стаккато ойнап тұр. Ол қалай болды? Яғни бұл жерде контакттың звугі бар, Session String Pro деп аталады. Яғни бұл бізге әрқандай легато файлдарды стаккато ойнатқызып бере алады. Немесе пиццакато. Кімге қандай дәм ұнайды, соны қоюға болады. Ал енді аранжировканы толық тыңдайық.